достар, ұлы Абай айтады, өзіңе өзің есеп бер деп. Не армандадың, не мақсат қойдың, оған жеттің ба, жетпедің ба, не бітірдің деп. Мен өзіме есеп бермекшімін. Міне менің кішкентай кезім, ұлы бала кезімде 6 жасар. Қазір 46-тамын, 40 жас болды міне. Кішкентай әмәна. Бұл балалық кезде мен капитан болам деп армандаған, ұшақ летчик болам деп армандаған, ұшақта ұшам деп. Құдайға шүкір, мен 18-20 жылдары авиацияда служит еттім, Қапшағайда ұшақтарды служит еттім, ұшақтардың байланыс жүйелерін жөндедім, реттедім, баптадым. Одан кейін 20 жылда мен қазір 40 жыл болды ғой мына балалық шағымнан бері. Мен біріншіден үйлендім, Аллаға шүкір, 3 балам бар, 2 қыз, 1 ұлым бар, келіншегім бар, Гүлнар деген. Одан кейін осы 20 жылда мен білім саласында қызмет етіп келе жатырмын. Құдайға шүкір, Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде 20 жыл болды қызмет еткеніме. Сөйтіп мен ғылыммен де айналыстым, Москвада оқыдым, Академия наукта автоматтандыру және басқару саласында. Кішкентай балалық шағымда мен самолеттарды құрастырып, жинап, ойыншық самолеттармен ойнайтын едім. Сол арманым жартысы орындалды. Алматыда, Қапшағайда служит еттім авиацияда. Одан кейін білім саласымен айналыстым. Сөйтіп, мынау Москвада мен автоматтандыру және басқару саласы бойынша ғылыми жұмыс жасадым. Ол да осы ұшақтарға да байланысты, негізі математикалық модельдері, ұшақтарды басқару деген сияқты. Қазір мен 20 жыл болды Қазақ-Түрік университетінде қызмет етіп жатырмын. Жақында докторлық диссертациямды қорғадым. Алматыда, Новосибирскте болдым, стажировкада. Сөйтіп, міне жақында университеттің 30 жылдығында маған төс белгі берді. Аллаға шүкір, мен осындай жетістіктерге жеттім. Кішкентай кезімде капитан болам деген едім, әскери капитан. Қазір ғылыми капитан болдым. Аллаға шүкір. Бұл біріншіден Алланың арқасы, одан кейін ата-анамның, Амангелді Гүлханс деген әкем маған көп қолдау жасады. Мені Москваға жіберді оқуға. Келгеннен кейін де қорғауға жібергенде өзім батасын беріп жіберді. Сөйтіп мен қолдап келдім. Сөйтіп қызмет етіп жатырмын. Аллаға шүкір, бала-шағам бар. Осыған шүкіршілік айтамын. Менің әкем Амангелді, ол почетный радист СССР, 40 жыл бойы байланыс саласында жұмыс істеді. Осындай төс белгі алған Москвада почетный радист СССР деп. Мен енді осы жақында университеттің 30 жылдығы болғанда міне осындай университетке қызмет еткенім үшін осындай төс белгі алдым. Енді менің қазіргі саламда да бұрынғы кішкентай кезімде армандаған әскери капитан емес, қазір ғылым жолындағы капитан, Құдайға шүкір. Ол жерде де техника, самолеттарды құрастыру, жинау болса, қазір автоматтандыру және басқару. Бұл да автоматика техникаға жатады, яғни мына самолеттардың модельдерін құрастыру, жинау, оларды конструкция жасау, оларды реттеу, олардың орнықтылығын анықтау, оның барлығы автоматтандыру мәселелеріне жатады. Сондықтан мен Аллаға шүкір, мен бақыттымын деп есептеймін. Ұлы Абай айтады ғой, кішкентай кезіңдегі балалық шағында не мақсат қойдың, не армандадың, соны орындадың ба, соған есеп бер деп. Құдайға шүкір, мен өзімнің мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Аллаға шүкір, енді біз ары қарай дамуымыз керек, ары қарай жұмыс істеуіміз керек, бұдан да жоғары жетістіктерге жетуіміз керек.